Балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай, екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу. Сабақтың мақсаты екі таңбалы, үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Балалар, біз жазбаша баған түрінде бөлумен кеше таныстық, балалар? Тамаша. Ендеше балалар, қалай шығарады екенбіз? Дұрыс айтасыңдар. Бұрыштап жазып алады екенбіз, мысалы 86 санын бөлу керек 2-ге. Яғни біз ондықтан бастап бөледі екенбіз, балалар. 8-ді бөлемін 2-ге. 4 жазып алам бұрыштаған сызбамның астына. Тексерем, 4 2 8. 8-ден 8 азайтам 0. Енді бірлікпен бөлемін, бірлікпен 6-ны түсіремін, 6-ны бөлемін 2-ге 3 болады. Тексеремін, 3-пен 2-ні көбейтіндісі 6, 6-дан 6-ны алсам 0. Бұл көбейтіндің мәні 43 екен. Балалар? Тамаша. Ендеше балалар, бүгінгі күнімізді жазамыз 12 ақпан деп. 12 цифрын барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып бітсек, оқу тапсырмаларына назар аударайық. Оқулықтарыңның 59-шы бетіндегі екінші тапсырманың екінші және үшінші бағаны шығарасыңдар. Ал бірінші бағаны сендерге үлгі ретінде шығарылып тұр. Яғни 62 бөлу 2. Бұрыштап жазып алдым баған түрінде. Енді ондықтан бастап көбейтемін. Яғни 6-дан. 6-ны 2-ге бөлемін 3. Енді тексерем. 3 2 6. Бөлшек сызығын сызамын. 6-дан 6-ны азайтсам 0. Енді ондықты бөліп біттім. Енді бірлікті бөлемін. 2-ні түсіріп аламын. 2-ні 2-ге бөлсем 1. Тексеремін. 1 2 2 болады. 2-ден 2-ні азайтсам 0. Бөліндінің мәні 31. Енді бөлуді көбейтумен тексеремін. Яғни 31-ді көбейтемін 2-ге. Бөлшек сызығын сызамын, көбейтудің таңбасын қоямын. Енді көбейткен кезде балалар, бірліктен бастап көбейтем, оны сендер жақсы білесіңдер. Балалар? Тамаша. Енді 2 мен 1-ді көбейтемін. 2, 2 мен 6-ны 3-ті көбейтемін. 6, мәні 62. Яғни бұл өрнегім дұрыс екен. Дәл сол сияқты балалар, 88-ді 8-ге бөлген 11, енді 11-ді 8-ге көбейтті 88. Сендер де дәл осылай бөлуді көбейтумен тексересіңдер. Тамаша балалар, ендеше оқулығымыздың 59-шы бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл сендердің екінші оқу тапсырмаларың. Яғни қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Сендер өздерің есеп құрастырып көріңдер, ал шарты балалар дұрыс құрастырылып тұр, оқулықта да. Енді мектеп, қала мектептерінде 11 баладан 4 топ дейді. Ал ауыл мектептерінде 11 баладан 8 топ бар дейді. Енді осы екі мектепті қосқанда барлығы қанша бала? Нешеуі қайсынан артық дейді. Енді сендер не істейсіңдер? Ойланып шығарасыңдар, шешумен жауабын толық жазуға тырысамыз, балалар. Жақсы балалар, ендеше оқулығымыздың 60-шы бетіндегі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Бұл сендердің 3-ші оқу тапсырмаларың. Бұл жерде теңдеулер берілген, балалар? Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландыру керек. 3 теңдеу берілген екен. Бірінші теңдеу сендерде шығарылып үлгі ретінде берілген, қалған 2 теңдеуді өз беттерінше шығарасыңдар. Яғни күрделі теңдеуді біз жай теңдеуге айландырып аламыз, 63 бөлу 2 тең болады 159 пен 150-дің айырмасы деген күрделі теңдеу берілген екен. Енді теңдігімнің 10 жағын шығарып аламда, күрделі теңдеуді жай теңдеуге айландырамын. 63 бөлу 2-ін жазып аламда, теңдіктің 10 жағында 9 шығады. 9-ды жазып қойдым. Міне, күрделі теңдеу жай теңдеуге айландырылды. X тең болады
63-ті бөлемін 9-ға, x-тің мәні 7, яғни белгісіз саным 7 екен. 63 бөлу x-тің орнына 7-ні қоямын, тең болады 159, азайтылған 150. Теңдіктің оң жағын және сол жағын тексеремін. 9 тең 9. Міне балалар, осылай өз беттерінше қалған екі теңдеуді шығарасыңдар. Жақсы балалар, сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін жазғандарын, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлде де көмекті қажет етем дегендерін. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.